Armısızlar ayaklı azamattар, тілімдеп, елімдеп келіп отырған жұртым. Сөз 25 жыл сөйленді. Нақты біз қалай талап қойып, нендей тәсілмен бұны орындатуға болатынын әлі айтпай жүрді. Бұл қасірет емес қазақ үшін тіл дейді. Бұл дерт. Дертті білесіздер ғой. Дерт байланған адам өлі. Олай болса, бұл дерт болатын болса, бұның себебі қайда тұр? Біз соны айтуымыз керек. Себебі екі жерде. Біреуі ел басқарып отырған біздің мемлекетіміздің басындағыларда. Екінші себеп, міне қарапайым халықпыз деп зареңдеп жүрген қазақтың өз ішінде. Сондықтан біз не талап етуіміз керек? Бірінші біздің талап ететініміз мемлекеттен ұлттық идеология керек. Ұлттық идеологияның ішінде бәрі бар. Тіліміз бе, санамыз бар. Міне сондықтан міне 25 жыл ұлттық идеологиясыз өмір сүрген халық бұл аздай қоймай. Халық азып отыр қазір. Міне біздің талабымыз ертең құрылтай ашсақ та бірінші ұлттық идеология. Осыған келісесіздер ме? Екінші, қазақ деп мақтаймыз, тегіміз жақсы деп. Я тегіміз жақсы. Өйткені ауыл анадан туады деген сөзді қазақ қалпыдан айтқан. Барлық дүние ана құрсағындағы тәрбиеде. Бүкіл әне Абай 3 кластық медреседе Абайдың айтқанын дүниеде ешкімді айтқан жоқ. Пушкинді айтқан жоқ, Гете'ді айтқан жоқ. Бұл неге бұлай? Жүрек тәрбиесі оянып туады, ана құрсағының тәрбиесі дұрыс болса. Олай болса қазір қараңызшы, мен міне сабақ беріп, бүкіл 56 мектепте қаладағы 3 жыл бойы ата-аналар оқуын жүргізіп, қаланың білім басқармасымен бірігіп отыр. Сондағы ең үлкен мәселе не? Міне қараңыздар. Жаңа мектепте сабағымыз айтты, аралас мектепте. Бұл сұмдық. Аралас мектепті мен аралап жүріп көрген адаммын, айтайын сіздерге. Бір класста 25 бала болатын болса, соның үшеуі басқа ұлт, 20-сі қазақ. Ал енді қараңызсыз. Орыс мектеп баяғыда жабылып барады. 70% қазақ баласы ұстап отыр. Бүкіл республикада орыс мектебі. Сонда кім апарып отыр? Бұл халқымыздың тіл деген мәселені білмеуінің салдары. Бүкіл дүние тілде жатыр. Халықты халық етіп отырған менталитетті беретін тіл. Тілін тоқпаса шала қазақтар қайтып отыр, онда менталитет жоқ. Халықты қасиет жоқ. Оны маған десе сіз мың келгенсіз ма? Екінші, ата-бабаның зердесімен қосатын тіл. Ата-бабасының зердесімен қосылмаған біздің керемет тіпті мақтан тұтып жүрген ол жастардың қазір бір аяғы сол, бір аяғы сегіз. Адамға беретін рахым 10 түрлі қасиет, 100 түрлі сипатты адамға беретін тек қана тіл. Тіліне қарай бүкіл халықтың қасиеті көрініп тұрады. Сондықтан ағайын, мен бұрында айттым. Мынау министрді тағайындап отырған кім? Сол орыс министр тауып тоқтату керек бұны. Өңшін білімсіз министрлер қазір елді басқарып. Біз қабылдамыз министр солай
министр жұмыс істей алмайды. Басында ноқтасын кигізіп ұстап отырған министрді көрсеңіз де, қазір дұрыс сөз айта алмайсыз, қорқады көпшілік. Өйткені қоғамды қорқытып ұстап отыр. Жиырманшы жыл, 50-ші жыл сөйтеміз, бүйтеміз дегеннің бәрі қалды. Мен Алашұлы қоғамдық бірлестіктер одағының төрағасы болып жүргенде хат жаздым, міне осыдан 3 жыл бұрын. 20-ші жылы 95% республика қазақша сөйлеу үшін міне сонда нақты ұсыныс жасадық. Бүкіл мектепті қазақшаламай қойыңыз, бүкіл қаражатын төлеп отырған, мемлекеттік қаражатын төлеп отырған орыс мектебі, ұйғыр мектебі, өзбек мектебін барлығын бірден емес, 1-ші класстан 11-ші сентябрьден бастайық деп президент аппаратына да жазды. Басқа класспен жүрмесін. 11-ші жылы 1-ші класстың негізгі пәндерінің бәрін мемлекеттік тілде жүргізейік деп. Бұдан артық нақты ұсыныс бола ма? Бұдан артық кімнің намысына тиіп отырмыз? Негізгі пәндерін деп отырмыз. Құлақ аспайды. Екінші, ағайын, халқым деп зарың деп шын мәнінде жанын ашитын болса, халықтың білмейтіні өте ғой. Міне тілдің қасиетін қазақ халқы түсінбейді. Соның салдарынан баласын апарып орысша деп. Ол бала ертең өзінің басына шай қайнатады. Сіздер мынау мен әмде дәрігер, әмде медик болып, Алланың құдіретімен педагогикалық едім ғой. Міне адам тәрбиесінің жәміліміз ұсынды. Ұрпақ тәрбиесінің жәмілімі деген Алматы кітаппен шығып жатыр. Қолдарыңызға барып алыңыздар. Сонда барлық тәсіл технология түгел бар. Неге оқымайсыздар? Сондықтан ең үлкен мәселе қазір екі жақта тұр. Біреуі халықтың өз бойындағы кемшілік, біреуі мемлекеттің басқарушының бойындағы кемшілік. Осыны біз анық айтуымыз керек. Анық айтқанда бірінші, мемлекетке ұлттық идеология керек. Ертең құрылтайда да осы ұлттық идеологияның тіпті әуелі несін жасап беріп ұсынуымызға болады. Екінші, мына халқымыз қазақ халқы айналды. Ел болып десең, тек қана тілде бүкіл құдіреттің, тіпті адам ойына келетін мейірім, рахымның бәрі неге мысалы айтқанда қалдырып берген келімсектерге бір дәнді бөліп қазақ неге берді? Бойындағы жаман көрпесінің жартысын неге жапты? Бойындағы рахым. Қазір қатты азып отырмыз. Ағайын, сондықтан саясаттандырып сөйлей бергенмен ештеңе болмайды. Міне екі түрлі салада біз жұмыс істеуіміз керек. Осыны өтінемін сіздерге. Менің айтайын деген нақты ұсыныстарым осы.